даусында. Шыңғырып айғайлап атты, нақты есімде жоқ. Шыңғырып айғайлап жатқан кезде неге тоқтамадыңыз онда? Тоқтадық қой. Кімді тоқтадыңыз? Тоқтадық. Бәріміз кетіп қалдық қой, ол жерде қасқағым сәтте ғана бір 2 минут болар болмас, 1,5 минут па сондай ғана болды, төбелес ол жерде айғайлады, сосын біз кетіп қалдық бәріміз. Айғайға жеткізбей сол неге бұрылып кетіп қалмадыңыздар Ол онда кісінің барлықтарыңыз? сіз қазір айғайлайсыз ба деп мен ол кісінен барып сұрап тұрмын. Жетелеуші сұрақ қоймаңыз. Жетелеуші сұрақ емес. Нақты сұрағыңыз қойыңызшы, мемлекеттік айыптаушы. Келесі сұрақтарыңыз. Айқаламай тұрғанда, төбелес басталмай тұрғанда неге бұрылып кетіп қалмадыңыздар барлықтар? Сіздер көріп тұрсыздар ғой, сіздер Ол кісілердің көпсіздер. айғайлайтынын білген жоқпыз. Жақсы, мемлекеттік айыптаушының сұрағын былай қойыңызшы. Сіз жаңа айттыңыз. Гайыпбаев телефон шалғаннан кейін жинала бастады дедіңіз. Үлкен тыныш жігіттер жинала бастады. Сол кезде төбелесі басталатынын, бізді ұратынын білдім деп тұрсыз. Дұрыс па? Егер мен шақырмасам. Бізді ұрып тастайтынын білдім деп айттыңыз жаңа. Дұрыс па? Иә. Сол кезде егер біліп тұрсаңыз ұрып тастайды. Сіздерді біреу бөгеді ма кетіп қалуға, ұстап тұрды ма жібермей, әлде сол уақытта неге кетіп қалмадыңыз? Мемлекеттік айыптаушының қойын деп тұрған сұрағы осы деп ойлаймын. Нұрғанат өзі жібермеді. Оның үстіне мен де Шерзатты күттім. Шерзат келіп кешірім сұрайды. Енді ана жерде сіз өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Бір топ балалар жиналып, өздері үлкен, ірі, денелі. Мен сондықтан екі інімді шақырған болатынмын. Неге шақырмай өзіңіз кетіп қалмадыңыз? Әскентайды ысқақталып, неге кетіп қалмадыңыз сол кезде? Бізді заявление жазады деп ойлап қалды ол кісілер. Өйткені 102-ге хабарласпаңдар деді. Мен балама іс қозғалды. Енді айта салмадыңыз, арыз жазбайын, кетеміз бірақ біз. Шерзат келіп кешірім сұрайды. Қазір Нұрғанатта өзі айтты. Ұрып тастаса да сонда сол Шерзат болатын кешірім керек болып тұрды ма сіздерге? Ғайыпбаев Нұрғанат өзі айтты, қазір келеді, өзі кешірім сұрайды дегеннен кейін біз күтіп тұрдық, құрмет сол. Жақсы, келесі сұраңыз. Құрмет сот, отырған адамдарға ескерту жасаңыз, басында очки таққан, қарқылдап күліп отыр, жаңа сотқа құрметтеме көрсетіп, және алдында отырған кісі, алдында сызықшасы бар. Жоқ, ана қыз бала сот күшқылап вентилятормен отырған. Кәдімгідей қарқылдап күліп отыр. Болмаса сот залынан шығарып жіберуіңізді сұраймын ол қызды. Тұрыңызшы. Иә, осы қыз мұны құрмет. Сізге бірден күлкілі болып тұр ма? Өзіңіз енді күліп отырсыз ғой бәрібір. Қалай болса да. Енді күлкілі болғаннан кейін бәрі күлді ғой. Мен ғана күлген жоқ шығар. Жақсы, мен сіздерге ескерту жасайын, тәртіпті сақтауларыңызды сұрайын. Отырыңыздар. Жалғастыра беріңіз. Жақсы. Оқиға орнынан кеткеннен кейін алдыңғы сот отырысында куә жақсы келді, өз жауабында айтты, Қамажай дүкенінің алдынан кеткен соң 777 дүкеннің алдына бардық деді. Мөріспен, жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, қара мөріспен бардық деп. Сол жерде не туралы сөйлестіңіздер? Қанша уақыт тұрдыңыздар? Жаңа айттым, шамамен бір 10-15 минуттай тұрдық. Бірақ нақты есімде жоқ, есімде қалмады ол жерде не әңгіме айтты, не жайлы әңгіме айтты. Бірақ ол жерде пышақ, қару туралы ондай әңгіме болған жоқ, және ешкімнің қолынан айғақ заттар көрген жоқ. Жақсы келді, куә жақсы келді, сізбен бірге бір көлікпен барған. Алайда ол өзінің жауабында айтты. Алдында отырған Шынасылдың қолынан мылтық және пышақ көрдім деп. Сіз көрдіңіз ба соны? Мен просто мылтық атылғаннан кейін бір көлікте отырсыздар екеулеріңіз. Нақты есімде жоқ. Сіз түсініп тұрсыз ба? Жалпы оқиға сіздердің іс-әрекеттеріңіздің салдары үшін орын алып тұрған Әскентай екеулеріңіздің барлық топты шақырғандарыңыз Біз үшін. бұндай боларын білген жоқпыз. Тағы сұрағыңыз бар ма? Бар. Жалпы төбелеске қатысқаныңызды мойындайсыз ба? Төбелеске қатысқанын мойындаймын. Қоғамдық тәртіпті бұзғаныңызды мойындайсыз ба? Мойындаймын. Онда қай жерінде кінәңізді мойындамай тұрсыз? Барып тепкенімді мойындаймын. Өйткені мен төбелеске кіруге мәжбүр болдым. Ана жақта біреу кастетпен жүгірсе, мына жақта біреу пышақпен жүгірсе, біреу мылтықпен атып жүрсе, ана жерде туған бауырым бар. Өзімен бірге ертіп алған кәмелетке жасқа толмаған 16 жаста думан бар. Оларды да бір шетінен ойладым да төбелеске кіруге мәжбүр болдым. Отырды ма, жерде жатты ма. Бірақ
Біздің балалардың қолын ешқайсынан пышақ көрген жоқпын, барып тепкенін мойындаймын. Өзімде де болған жоқ айғазаттар. Енді қараңыз, бағана Аскентайдың қорғаушы сұрақ қойды ғой, Аскентайды қорғап жүрдім деді, арашалап жүрдім деді. Сіз неге арашаламадыңыз онда? Арашалағанда атқан үшін мен төбелеске кіруге мәжбүр болдым, менің иығымнан дарқан тартты. Арашалап. Ол екінші төбелесте ма? Қай кезде тартты сіздің иығыңыздан? Ауыр халде жатқанын білген жоқпын, ол екеуінің пышақталып қалғанын да білген жоқпын. Сол төбелес бітті ғой, сол кезде менің иығымнан тартқан болады. Екінші төбелес па, бірінші төбелес па? Ол жерде сол бәрі бір төбелес қой, сол маған қараңғы жақтау болғанын айтып жатыр. Енді қараңыз, мәжбүр болдым деп айтып жатырсыз. Алайда бағанағы зерделеген видео түсірілімге сәйкес, сіздер Гайпаев пен Полатты артынан қуып барғансыздар. Сізді ешкім мәжбүрлемеген. Сіздің еркіңіз болды ғой, кетіп қалуға бұрылып. Оны ешкім қуалаған жоқ. Бейне түсірілімді көрдік қой, артынан жүгіріп барып соғып жатқандарыңызды. Біздің балалар ешкімді қуалаған жоқ, ондай ешқандай жерде қуалап баратқан видео жоқ, құрметті прокурор. Онда не үшін дәл сол кісілерге бардыңыздар? Енді мылтық атқан үшін бардық. Енді олар тартып алмасақ, біздің біреуімізді атып жібереді ғой. Сотталушы, ол жерде олар қашып кетіп тұр сіздерден. Соны сізден сұрақ қойып тұр. Неге қашқан кезде бұрылып кетіп қалмадыңыздар? Келесі сұрағыңыз, мемлекеттік айтушы. Келесі сұрағыңызды қойыңыз.